Құрметті менің оқырмандарым, мынау менің сыныбымда өткізген тәрбие сағатым. Тәрбие сағатымның тақырыбы өздерің көргеніңіздей ұлттық салт дәстүрлер, ұлтжанды жеке тұлғаны тәрбиелеу мақсатым. Енді ондағы көрнекіліктерім міне. Ең бірінші басында балалар психологиялық ахуалымен бастайды, қаражатқа дейін бастайды. Оқушылар өздері шығарып, өздері білген ешқандай дайындықсыз бүгін осындай тәрбие сағатын мен солай жүргіземін. Яғни алдын ала дайындалмаймын. Тек хабарлап жіберемін, келесінде осындай ой өздері шығарғанына өздері бірін-бірі үйретіп шығарып өтеді. Kurastırdık. Birinci asır atı oyunu,
Міне қиып жабыстырдық. Екінші алтын бақан, оны да қиып жабыстырдық. Үшінші аударыспақ. Төртінші көкпар. Бесінші теңге алу ойыны. Алтыншы күрес ойыны. Біз осыны төртінші топ болып барымыз жинадық. Топ болып бірігіп бәріміз істедік. Мынау қозбыз. Мынау дауылбас. Жетіке. Жаңқұлпыз. Аспая. Біз екінші топ. Бұл әшекей бұйымдары. Шашбау, сырға, алқа, лезік, жүзік, қапсырма, ұлттық киімдер, сәукеле, қамзол, қазақша көйлек, тақия, шапан, саптама етік, киіз үй құрал жантықтары, шаңырақ, уық, кереге, сыңғырлауық. Біз бірінші топ болып ұлттық тамақтар. Құрастырдық, да? Мынау бауырсақ. Мынау ірімшік. Мынау қазым. Ірімшік неден жасалады? Сүттен жасалады, иә? Қазы, ет, сылқым етінен, иә? Құрт. Құрт. Одан кейін? Не мынау? Наурыз көже. Наурыз көже. Ну? Қымыз. Қымыз. Керемет.